Анау қызыл шатырлы үйді көрдіңіз бе? Мектеп соның ар жағында. Мына жердегі көпірмен 5 шақырым былай айналып, жаяу барамыз мектепке. Ауылдағы барлық балалар солай жаяу барады. Осы жерден бір көпір орнатылса, жақсы болар еді. Жарайды, жақсы. Жарайды. Біз кеттік, мектепке қалып барамыз. Мерім, айым, кеттік, мектепке қалып барамыз. Ассаламуалейкум, ата. Уағалейкум ассалам. Қалың қалай? Жақсы, шүкір. Сен өз атаңнан аумай қапсың ғой. Мен сенің атаңмен бірге бір ротада, бір окопта талай күндерді бірге өткізгенбіз. Балам, былай. Мұнарадан көпір салу қымбат па? Бұлай шағын көпір салса 5 миллион шамасында болып қалар. Міне, мектептің тұрған жері мынау. Ал балалар болса, мына жерден бұлай жаңбыр мен қарға қарамай 5 шақырым осы мектепке дейін жаяу жүреді. Сол үшін көпір керек. Ұрпақтың білім алуына барымызды салуымыз керек. 10 миллионға керемет көпір салуға болады. Менде жақсы көпір салатын подрядчиктер де бар. Бірақ бізге ақша аз бөледі. 10 районнан сұраныс. Білімді балалар біздің жарқын болашағымыз. Сондықтан 20 миллион болса, 20 миллион. Жақ, 20 миллион емес. 35-40 миллион болып қалады. Барған сайын бағаларың өсіп барады ғой. Ау? Баяғыда біздер Берлинге барар жолда өзіміз-ақ бір түнде көпір салғанбыз. Машина емес, танкіні көтерген. Ол сендер болсаңдар, ақша деп бәрінде ұмытыпсыңдар. Ей, қайран жолдастарым-ай, сендер үшін жаным берген. Өскелең ұрпағымызбен еліміздің жарқын болашағы үшін сыбайлас жемқорлыққа жол бермейік.